картинкаға қалай аудиоларды қоямыз. Мен қазір сіздерге мына аудионы міне Фармаси компаниясының каштангелі бізде 5 осыны қалай қойғанымды көрсетемін. Бұны бірінші аудионың өзін қосып қойып, тып-тыныш жерде аудионы запись экраныға жазып аламыз. Мен және ғана сіздердің алдарыңызға жазып алдым. Енді CapCut'қа барамыз. Бұл реклама. Новый проект дегенді басамыз. Бізге керек каштангелдің фотосы. Каштангелдің фотосы. Қадетті каштангелдің фотосы. Яғни каштангелдің фотосын тауып аласыздар. Міне каштангелдің фотосын таптық. Енді бұның үстіне наложение деген бар. Добавить наложение. Және соңғы жазған видеомыз бар ғой, соны қосамыз. Вот мына үстінде тұр, көрдіңіздер ме? Енді бұл наложениені біз не істейміз? Обрезать етеміз. Міне кодирование деген бар. Тут кодирование жасасаңыздар болады. Екінші аудио керек қой. Все. Міне. Мына жерге қор қойсақ болады. Кеттік, міне, қараңыздар. Фармаси каштангелдің несін әр түрлісін қойсаңыздар да болады. До конца осы бір картинканы қойсаңыздар да болады енді. Мына аудионы жылдамдатып жіберейік, кішкене. Деп қояйық. Кішірейеді ғой енді. Скорость. Бір минуттық қой. Все. Вообще не оқыпты. Тұра берсін. До конца. Все, қазір басынан бастап тыңдап көреміз. Фармаси компаниясының каштангелі бізде 5 миллион 250 миллилитр болып келеді. Егер келетін болсаңыздар, сіздерге 35-40 акция кезінде 50-60% жеңіспен келетін болады. Енді каштангел 75 жылдық тарихы бар, фармаси компанияның алғашқы өнімін ұсынады. Осы 75 жылдың ішінде сатылымнан бірінші орыннан ешқашан түспеген. Өте хит товар. Енді бұған текст добавлять етсек болады. Отзыв. Шрифт таңдап аласыздар. Основной стиль. Фармаси компаниясының каштангелі бізде 5 миллион 250 миллилитр болып келеді. Егер келетін болсаңыздар, сіздерге 35-40 акция кезінде 50-60% жеңіспен келетін болады. Көрдіңіздер ғой, видео. Видеоны былай жылжыта берсеңіздер болады.
Фармасик компаниясының картадан келді. И экспортировать етеміз де поделиться дейміз.